Бәріне сәлем, бұл Олқұмар подкаст, екінші эпизод, сол баяғы бірінші сезон. Бізде өсу болып жатыр, өсу қай жағынан даму болып жатыр. Бізде енді қонақ бір емес, екі қонақ бар. Алдында айтып өткендей, тоже мен достарым пока что бір 10-шы сезон, 10-шы эпизодқа шейін достарым келетін шығар, менің кажется. Олар Рома типография саласында істейтін, және де кинотеатр саласында істейтін Али Байсинема деп танысаңдар болады. Қош келдіңдер, ағайындар, бауырлар, ағам. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Негізі, мынандай бір қызық болған, осы екі кісіні шақыратын кезде, осы екі кісіні шақырамын, екеуі бірге жақсы нетеді деп, вайпқа салады деп, сонымен екеуіне приглашение жібереймін личкаларына. Сөйтіп, болды ғой, енді кірген кезде оқиды ғой. Тиктокқа кіріп қалсам, екеуі бір стримде отыр ғой. Алла, мә деп жібере салғандай болды ғой. Кірдім, сіз екеуіне ұсыныс жасадым, сразу қабыл алды, молодцы, Алла разы болсын. Жақсы, шүкір. Не дейді Фурхан, жолы болар жігіттің жеңге шығар алдынан деп, біз тап бола қалдық па? Али, братан. Аллаға шүкір, алхамдулилля. Бәрі дұрыс. Күніге тіршілік, отбасының тірлігімен күніге шапқылап жатырмыз. Барынша әйтеуір тілмен, қолмен, қоғамға пайдалы істермен айналысуға тырысамыз. Типография демекші, бізде типография саласында істейді Рома. Рома, жалпы осы типография саласына қалай келдің сен өзің? Жалпы бұл типографияға келу негізі былай түсіну керек та, типография деген бір үлкен сала, бір тек типографиямен шектелмейді. Негізі типография деген бұл андай кеңістік қой. Оның ішіне полиграфия кіреді, жан-жақты да. Жалпы барлығы қызығушылықтан басталады ғой. Кезінде өзім алғаш суретке, жалпы өнерге қызығып жүрген кезде фотоаппарат болушы еді бізде, пленка. Сонымен түсіріп жүргеннен кейін енді оны пленканы апарасың. Бізде оңтүстікте Шымкентте Техсоюз, Кодек деген орындар болатын тұғын, фотосалондар. Барамыз, кезек күтеміз, бір айға дер созылып кететін кездер болады. Сол кезде менде үнемі мынандай сұрақ болатын тұғын. Неге деген? Неге? Тем более ол жерде көбінесе байқайсыз ғой, Фурхан өзіңде байқайсың. Есіңде ма? Орыстар, кәрістер жасайды ғой. Клиенті болған мен. Иә, сол. Барам, кадрлерді пленканы апарып тастаймын, күтем. Сосын сәл мінез көрсетеді, кезегін келген жоқ деп. Сосын не үшін соншалықты бұл қиындығы бар? Сосын неге біздің қазақтың жігіттері осыны істемейді деген сұрақ белгісі үнемі қасында жүретін тұғын менің. Сосын ізденіп бастадым, жан-жаққа қарадым. Ол дәуір өтіп, уже цифрландырылған дәуірге өтіп атырған эра еді ғой, өзің білесің. Сол ауысып жатқан кезде фото лабораториялар кіріп бастады ғой бізге. Мини-лаб дейді, мокрый печать. Сонымен енді айтсам бір неғандай болмайын, осы Қазақстанға ең алғашқы фотокнига дейді ғой қазір. Өздеріңіз білетін шығарсыздар, бір той жасап, бір мереке болған кезде фотограф сіздерге ұсынады фотокнига. Сол фотокниганы қазіргі таңда сол фотокнига жасаймын мен. Үйлену той болсын, басқасы болсын. Соны іздеп материалдарын алам, ана бір детальдарын алам, жасайым, болмайды, мынаны жасап көрем, болмайды. Ақыр түбінде сол еңбектің, сабырдың арқасында жеттік қой, шықты. Ол шыққаннан кейін осы той саласына, жалпы Қазақстанның нарығына үлкен бір жаңалықпен кірді. Енді ол жаңалықпен кірді дегеніміз, былайша айтқанда үлкен тапсырыстар кіріп бастады ғой. Содан атым шыға бастады. Жалпы солай кіріп кеттік. Қазір 15 жыл болыпты осы салада жүргеніме. Білмейтіндер болса, мен де типография саласында болғанмын, бірақ менде романыкіндей сабыр жоқ. Бір жерде істеу, бір ғана айналысатын істер. Мен более еркін болғаннан кейін
кішкене ол темадан шаршадым, бірақ Романың стримдарына барып тұрамын, сол кезде ол жұмыс істеп жатады, мен қызығып отырамын, блин, істегім келіп, ана Роман қолынан алып істегім келіп кетіп ше. Сондайлар болып тұрады. Иә, Әли, сен өзің бұл салаға қалай келдің? Мен жалпы осыдан бір 2 жыл, 3 жыл алдын өзім жұмыс жасаймын. Содан кейін үнемі үйге келгенде кешкі ас ішіп аламын. Сағат сол 8-9 уақытында бізде бос уақыт. Сол бос уақытта немен айналсам, өзің көңіліңді жанұяңмен бір сондай бір демалыс, әдемі уақыт өткізетін жұмыс немесе хобби, сондай бір іспен айналысқым келді. Сондықтан мен менің маған ұнайтын тіршілік, және де ол кәсіп болса, мен бірденен 2 қоянды атқым келді. Өзіме ұнайтын уақыт өткізу форматында, әрі ол табыс алып келсе деген мақсатпен ойланып бастадым. Қалай сол 2 критерийді біріктірсем болады. Сонымен кешкі уақыт не істеуге болады? Кешкі адамдар босайды. Бос уақытта бәріміз білетін, көбінесе демалыс күндері адамдар киноға барады. Киноға көбінесе барған кезде премьера кино, басқа кино болады. Билет болмай қалады. Солай болады. Мен жалпы өзімнің жерім бар еді. Сол жерге солай кинотеатр ашық аспанда сәл бөлек ғимаратқа соққым келмейді. Себебі мына жұлдыздың жарығына қарап бүйтіп ол маған дейін бар еді, мен оны копировать еткен жоқпын. Жалпы менікі сәл өзімнің ойымдағыдай ерекшеліктермен жасадым. Бірақ демек модель бар еді уже адамдар жасап жатқан. Шымкент қаласында да, жан жақта да, Алматыда көргем. Сөйтіп сол тараптан мен соны іске асырып бастадым. Екінші мәселе, бұл сала негізінде бөлек мына біздің қазір кино индустрия дейді ғой, мына кинопарк, бұл официально ресми түрде үлкен прокаттар. Менің жасап жатқан дүнием летний киноклуб десек болады. Ол жерде біз премьера көрсетпейміз. Жалпы бұның мақсаты өзіңіздің жақын достарыңызбен, отбасыңызбен келіп таза ауада бір өзіңіз таңдап, біз кинотеатрға барсақ, кинопаркке біз кино таңдай алмаймыз. Бізге ұсынылған киноны көреміз, ұнамаса көрмейміз. Мына формат еркін. Келесіз, қалаған той, концерт, келген нәрсені үлкен экранда көре аласыз. Бұның бір ерекшелігі, маған ұнайтын жері табиғатта, таза ауа. Содан кейін бөлек жанұяңызбен келсеңіз, қосымша мүмкіншіліктер бар. Мен мысалы настольный үстел теннис қойғам, шахмат бар. Жалпы сондай дүниелер қосымша. Жалпы мына отбасымен кішігірім демалыс орны. Демалыс орны, жалпы көбінесе адамдар, сұраныспен келетін адамдар жанұясымен келіп, барбекю зона бар. Сонда өздері кәуап алып кетеді, ет алып келеді, соны жерде пісіреді. Бала шағасына ойындар бар, детский развлекательный батут деген сияқты. Сөйтіп уақыт өткізеді. Жалпы бұның менің ұнайтын кәсіптің маған ұнайтыны ең әуелі мен өзімнің жанұяммен, отбасыммен аптасына бір күн өзіміз бұл жерде өзіміздің жанұямызбен уақыт өткіземіз. Ұнайтын бір жақсы рухани болмаса бір мағынасы бар, әдемі бір кино қойып қоямыз, бала шаға ойнайды, біз кино көреміз. Мен өз басым кино саласын соны сәл жүргізіп жатқаннан кейін, бірақ өйтіп кино көре бермеймін қатты. Бірақ жанұямды отырғызып қойып, сол кісілерге кішкене жағдай жасап, әдемі шай демдеп, самоварға сөйтіп жасап, әйтеуір әдемі уақыт өткізесің, и мына жанұяңмен тығыз бір байланыс пайда болатын секілді. Ол мысалы қазір көбінесе біз киноға баратын болсақ, кинопарк неге баратын болсақ, тек барасыз, бірақ араңызда адам көпшілік болғаннан кейін біреуге мәдениет қой, жалпы кинода отырып қасында бірге барған адамдармен әңгімелесіп отыра алмайсың, себебі біреуге кедергі жасауы мүмкін. Енді өзің бір кішкене өзің отбасыңмен, өзіңнің араласатын достарыңмен келсең, бөтен адам болмағаннан кейін еркін сөйлесе аласыз. Киноның болып жатқан барысында бір жеріне пауза қойып қойып, бір әдемі бір сахнаны, бір айтқан сөздерін талқылай аласыз деген сияқты. Сондай формат, еркін форматта да бұл. Бірақ мына тыңдап отқан адамдарға айтарым, бұл кәсіп, яғни бір табысты, өте бір табысы жақсы кәсіп деп кірген қате. Себебі бұл жақсы табысты кәсіп болу үшін өте көп оның нелері бар, және моменттер бар. Себебі біз
летний кинотеатр дегеннен кейін біз бірінші кезекте кухня болу керек, кухня жасау керек міндетті түрде. Мен сол кухняға өз басым ер азамат болған кейін кухняға пысық емеспін, сондықтан менде бүкіл оборудование бар, жаңағы лаваш, мангал деген секілді, бірақ мен адамдарға ондай қызмет көрсетпеймін. Жалпы жанұясымен келген адам өздері жасап алады, мен оларға тек қана сондай условия беремін, бірақ мен дайын тамақ, ас, ешнәрсе сатпаймын. Солай. Бірақ бұл дамып келе жатыр. Мен бұл былай түсіну керек, бұл мен жалпы бұл кинотеатр форматы емес, негізінде демалыс орын ретінде позиционировать етіп жатырмын бұл дүниені. Жалпы біз қосып келе жатырмық. Мен болашақ Алла нәсіп қылса келесі жылға мен мини зоопарк жасағым келіп тұр бұл салада. Жалпы жанұямызбен келген кезде қоян, тасбақа, қырғауыл, жалпы сондай үлкен емес жануарлар сол жерге кішкене вольер жасап, бала-шағалар келіп, соларды кормить етіп, тамағын беріп, жаңағыдай қызық моменттер ғой. Жалпы өзімізде үлкен адам болсақ та, қоянды көрген кезде бір тірі қоянды көрсең бір 5 минутқа алданып қарап қаласың ғой, қызық қой жалпы. 24 сағат қарап отпасаң да, сол сияқты мен сондай бір отбасымен сондай бір келіп әдемі уақыт өткізуге сондай қылып жасағым келіп жатыр. Сол бағытта жұмыс жасап келе жатырмық. Алла берекесін берсін сізге. Рома, сені осы типография саласы несімен қызықтырды? Фурқан, білесің ғой, жалпы типография саласы негізі үнемі прогрессті талап ететін сала ғой. Өйткені сен жалғыз типография емессің, сенің айналаңда конкуренттерің бар, бәсекелестерің. Сен бір дүниені, жаңа дүниені халыққа ұсынып отырмасаң, сен өтімсіз болып қаласың. Сол себептен ізденісті талап еткеннен кейін маған более өзіме сондай ұнайды да, өз-өзіме вызов тастаған Рома, сенің қолыңнан келеді. Мына конкуренттер мынандай жасапты, мынандай дүние. Сен одан мықтырақ жаса деген секілді вызовтар өзіме тастап отырам. Жалпы айтқан кезде үнемі ізденісте, креативте болған, сол креатив қой, қысқаша айтқанда креатив более мені ұстап тұрған да сол қазіргі таңда. Ол бастан сол креатив қызықтырды ма? Иә, креатив жалпы өнер. Өзім сәл әкемде Қасиевті бітірген художник, үлкен масштабта мурал салады. Өзімде байқадым ғой, өткенде азды көпті бір кішігірім сурет салатын қабілетім бар. Жалпы іш пысқан кезде өзім біреу былай айтады ғой, Фурқан қараш, бос уақытымда рыбалкаға барам, немесе бір игротекаға барып балдармен ойнап қайтам, мен содан демалам дейді ғой. Менде керісінше бір столға отырып, жарығымды қосып қойып, ақ қағазымды алып, қаламмен бір бейнені салып, жалпы ішкі немді, күйзелісімді сол қағазға түсірген ұнайды ғой маған. Вот содан демалам мен. Ал типографияда соңғы кезде қандай технологиялар дамып жатыр именно осы Қазақстанда? Типография, прогрессті айтып жатсың ба қазіргі таңда? Иә, техника жағынан болсын. Иә, қазір негізі типографияда негізі в основном үлкен размерді, полномочный дейді, широкоформатный печать болады міндетті түрде. Ол жерде сосын қағаздарды кесетін гильотина болады, ол жерде брошюрканы қысатын өзінің аппараттары болады, биговка болады, парақтарды бүктейтін. Жалпы сондай оборудованиялар ғой енді типографияда. Мен осы жерде Рома бауырыма әңгімесіне қосып кетерім. Мынау адамдар кейде неден бастаймын, қалай бастаймын дейді ғой. Ең басты адам бастау керек, қорықпау керек. Кез келген сала, егер біз өзіңіздің ішкі дүниеңізге жақын ұнайтын тіршілік болса, күніге аз болсын, көп болсын, бірақ үлес қосып, соған күш жұмсап отыруыңыз керек. Онда уақыты келе бір үлкен бір көзге көрінетіндей бір нәтижелер шығып отырады. Содан уже бір кішкене көрінетіндей нәтиже жеткен кезде сіз содан құштарлық аласыз да, арынан қарай қимылдауға, сол бағытта алып жүруге жеңілдеу болады да. Бірақ бір адам бір кәсіпті бастай алмайды, немесе менен одан білімім жоқ деген қате ұғым. Кез келген адам істеп жатқан дүниені істей алады. Қолынан кез келген адамның келеді, тек қана оны тоқтататын жалқаулық. Екіншіден, оған өзінің сенімсіздігі. Әрине, бұл ешқандай жетістіктер еңбексіз, терсіз келмейді.
міндетті түрде еңбек ету керек, сонда бәр нәрсе өз ретімен нәтиже береді ғой. Мгм. Әли, жалпы бұл кинотеатр саласы, именно бұл біз енді бір романтика сияқты көреміз ғой біз бұны. Оның артында қаншама шаруалар жатқан болуы мүмкін да. Ол техникада жүрген, сол салада жүргендер біледі. Жалпы кинотеатр саласы бұл романтика ма, жоқ, біз білгендер романтика ма, жоқ, ол жақта үлкен еңбек бар ма? Бұл романтика дегенді енді келіп сол жерде демалып жатқан адамдарға ғана романтика шығар. Бірақ кез келген тірліктің оңайы жоқ. Кез келген тірліктің өзінің еңбегі бар, тер төгу міндетті түрде керек. Кинотеатр саласында мен ең алғашқы бастап жатқан кезімде бірінші ойым мен ең популярный дейді ғой былай айтқанда, адамдар көп аты шыққан бұл біз Шымкент қаласында автокинотеатр болатын тұғын. Парковкаға машинамен келіп радиомен, сондай форматта тұғын. Мен солай бастайын деген тұғынмын. Өйткені оның ең бірінші расход жоқ. Расход жоқ болғанда сіз мына адамдар келіп демалатын орынды мысалы газон егу керек, отыратын орындықтар жасау керек деген сияқты ондай шығын жоқ, және ол еңбек, бірінші мәселе ол еңбек, оның бәрін ұйымдастыру керек. Сондықтан мен солай бастайын ба деген ой болды. Кейін мен өз басым өзімді клиент келіп клиент ретінде өзімді қойдым, ойладым, мен келем, мысалы кез келген адамның мәшинесі жоқ қой, біреудің мәшинесі жоқ адамдар қалай көреді. Сондықтан мен міндетті түрде келген адамға мен орын жасауым керек, сондай форматта болу керек. Сосын адам таза ауада, аспанда жұлдыздың жарықтары жазым күні біздің Қазақстанның жалпы мына аспан әдемі ғой жазым күндері. Жұлдыздар көрініп тұрады, ай. Сондай көрініспен кино көріп, таза ауада, салқын самалдың желпігенін сезініп отырып көрген басқаша сезілетін шығар деген оймен, үмітпен солай бастадым. Бірақ оның еңбегі мен үшін күнделікті тіршілік, сағат жұмыс жасаймыз, сағат 6-7-ге дейін. 7-ден бастап сағат 8-де уже менде бірінші показ кино қойылу керек. Сол уақытқа дейін менде 1 сағат уақыт, сол 1 сағаттың ішінде тез кешкі асыңды ішіп алып, оборудованияның бәрін қосып, жалпы дайындалу, кез келген жерде тазалық керек қой, сол ашық аспанда болғаннан кейін міндетті түрде жан-жақтан шаң келеді, отыратын орындықтар, басқа бүкіл құрал саймандардың бәрін тазалап шығу бар. Менің ең үлкен кейде шынымен де шаршайтын дүние, менде ол жерде үлкен территория болған кейін газон еккенмін. Ол газонды қырқып тұру керек аптасына бір мәрте. Ол бір 3 сағат, 4 сағат уақыт алады. Сол газонның бәрін шығару керек. Ол газонды бір жерге тастай салайын десең, ол болмайды. Оны бір міндетті түрде бір қаланың сыртына бір жаққа бармасаң, газонның сондай қасиеті бар. Қырқып, орып бір жерге тастап қойсаң, асты шірейді да, бір иісі жағымсыз иіс шығады. Сондықтан міндетті түрде оны апта сайын қаптарға қаптап, шығарып, содан кейін мына кинотеатр саласының ең бір керек дүние ол мынау ұйымдастыру қабілетің ғой. Жалпы адамдармен дұрыс мәміледе болу, адамдармен жазады. Мен көбінесе адамдармен коннект болатын нәрсе бұл мына әлеуметтік желі ғой, жалпы адамдарға тастаймын. Мысалы өзімнің кинода қандай кино өзіңе ұнайды, бәлкім ол кино біреуге ұнамайды деген сияқты адамдарға түрлі жанр жалпы ұсынып отыруың керексің. Міндетті түрде бір ғана жанр не қыламаймыз. Мына ең қиыны біздің қазіргі таңда кинотеатр саласында, мысалы менікі ресми кинотеатр ұсынып отырсыздар ғой, мына летний кинотеатр мен кинопарк екеуі бөлек дүние. Летний кинотеатрда мен премьера көрсете алмаймын. Премьера көрсету үшін оған арнайы оборудование керек, және де сол кино продакшндармен сен долгой контрактқа отыруың керексің. Олар осы киноны сатып аласың. Егер мен ол киноны сатып алатын болсам, ол мен клиенттеріме бағам қымбаттап кетуі мүмкін. Оның қалтасы көтермей қалуы мүмкін деген сияқты. Сол дүние есептен мен ондай премьера қоя алмаймын. Сол мәселелер мына күнделікті келесің, бұл интернет желімен жұмыс жасау, адамдармен келісу, сөйлесу, және сондай бір еңбектері бар. Оңай тірлік ішінде жоқ, әр нәрсенің. Бірақ былай қараймын, мен өзіме ұнайтын тірлік болғаннан кейін өзім содан табиғат, газоннан, соны газон орғаннан өзім ләззат аламын жалпы. Газон суғарғаннан, содан ләззат алғаннан кейін маған анау айтқандай, бір моральдық тұрғыда
ауру сезбеймін да, физикалық тұрғыда шаршауым мүмкін, бірақ жалпы газон бір келіп орылып болғаннан кейін рахат болып көзіңе әдемі болып көрініп миың демалады ғой жалпы. Мгм. Ол. То есть киноны көріп кетіп жатқан адамға романтика болуы мүмкін, оның астында қаншама жұмыс жатыр, бірақ при этом бұл жұмыс Әрине. ұнайды, сонысымен романтика ғой, по идее бұл да. Бұл жалпы негізінде адамдарға естіп жатқан адамдарға айтарым, әртүрлі салада жұмыс істеп келе жатырмық. Мен 2011-12 жылдан бастап Қызылорда қаласында мұнай саласынан келдім. Бастапқы негізінде мамандығым экономика мамандығын бітірген. Мұнай саласына кеттік. Банк саласында да жұмыс жасадым. Саудамен де айналыстық. Жалпы ер адам кез келген жұмысқа бейімделе білу керек. Сондықтан әртүрлі салада жүрген кейін ең соңында түйгенім, кез келген істеп жатқан жұмысың өзіңе ләззат, рахат, өзіңе ұнайтын тірлік болмаса, ол сен алысқа шаба алмайды екенсің. Ол жақтан жәндегідей өзің айтқандай шаршайсың, бір орында отыра бергеннен, бір күніге бір көрініс, бір бейне, бір іс, адам күйзеліске ұшырап, может сол тірліктің сөніп қалуына сол ықтимал болуы мүмкін да. Егер ол жасап жатқан тірлігің, жұмысың өзіңе ұнайтын тірлік болса, онда сен ол жерде жәндегідей моральдық тұрғыда бір ләззат алуың мүмкін. Одан күйзеліске түсіп шаршамайсың ғой тірліктен. Сондықтан адамдарға берер кеңесім, өздеріңіздің ішкі дүниеңізге ұнайтын, өзіңізге жүрегіңізге жақын тірліктермен айналыссаңыз абзалырақ негізінде. Түсінікті, тамаша. Рома, енді мен сені білем, алда фотографта нөлден бастадық қой, мен де нөлден бастадым, сен де нөлден бастадың. Фотограф болып жүрген кездеріңде біз сенімен даже тіпті бір мейрамханада жолығып та қалғанбыз да, сол кезден бастап білемін. То есть суреттерді көріп алдымда еске түсіп жатыр ғой. Иә. Мен енді сені ол кезден бастап сұрамай қойын, именно осы типография саласына келдің ғой. Сол кездегі алғашқы жұмысың дейміз ба, бір ерекше клиент дейміз ба, сол жайлы бір айтып берсең, алғашқы жұмысың қалай болып еді, то есть болады ғой бір ерекше. Иә. Сол жайлы айтып берсең. Енді есте қалатындай, енді ол сәл күлкілі емес, сәл бір ойландыратын айтайын енді бір оқиғаны. Бір күні заказ түседі, 2 жастан. Пәленше осындай күні тойымыз болатын еді, соған фотокнига жасату керек. Майлы, түседі, кадрлерін береді. 2 аптадан кейін уже біз фотокниганы беру керекпіз да оларға, альбомды. Хабарласпайды ғой. Сөйтіп тағы да 2-3 күн тастап күтем, хабарласпайды. 1 аптадан кейін өзім хабарластым. Пәленше, мына не істейміз альбомдарыңызды? Сіздердің бір қалып кеткен сумаларыңыз бар еді, соны төлеп әкетсеңіздер. Сосын қанша қалып кетті? Пәлен сума. Маған аудар жереді да, енді әкетпейсіз ба десем, бауырым тастай сал, болмаса өзің қоя саш дейді ғой. Не болып қалды? Ажырасып кеттік дейді ғой. Қарашы, өзің ойлашы. 1 апта болған, 1 ай болған жоқ та, 1 ай болған жоқ. Сол кезде мен өзім қатты ойландым да, неге бұлай болады деген, сәл енді ішің қынжылып, сондай сәттер де болған. Ауыр. Екі тақырыпта ауыр мен үшін. 2 тақырыпта ауыр. Әли, сенде қандай қызықтар болды кино саласында? Осы алғашқы клиент немесе осындай бір ауырлау клиент немесе осындай бір қызықты оқиға деген сияқты. Бізде енді біздің салада ондай бір үлкен кісілер, үлкен белсенді адамдар көп келе бермейді. Дегенімен қарапайым халықтың арасында да көбінесе комичный оқиғалар болады ғой. Соның біреуі, бір күні бір кісі звондайды. Жалпы бала шағам киноға барғысы келіп жатыр. Соған мен өзім таза ауада естіп едім, сол таза ауада отырып көрейікші. Әрі бала шағам кино көрсін, мен келіншегім екеуміз шашлик пісіріп, бала шағаға сөйлеп демалайық деп мақұл деп ол кісілерге орын аламыз. Сөйтіп олар жалпы бүкіл кинотеатрды жалға алып қойды да менен тәулік. Келіп жайындалып жатқан бағытында солар уже келіп жайғасып қойды. Сол кезде бір жас 3 қыз келеді. Қыз бала келеді, бізде көрсек бола ма деп. Мен ана кісіден сұрадым, қарсы емессіз ба? Көреміз деп отыр. Кіре берсін. Біздің қазақ халқымыз өте кішіпейіл, кең адам ғой. Өйтіп мен жалға алып қойдым, кірмеңдер деп айтпады. Риза болдым ол кісіге сол айтқанына. Кіре беріңдер деп кірді.
сөйтіп ортадан жаңағыдай кино келісілді, мына киноны көреміз деп бәрі ақылдасып, мен сол қалған киноларын қойып бердім. Мен өзім жанымда жаңағыдай өзім күнделікті істейтін тірліктерімді істеп жүрген бір кезде андай басталды. Сөз тартысы енді. Яғни 3 бала шағаның әкесі, 3 қызбен сөзге келіп отыр екен. Алыстан қарасам. Сөйтіп келдім. Не мәселе отыр десем, кинода сахна, ұятсыз сахнасы болып отыр екен да. Сол ұятсыз сахнаны ана 3 қыз көргісі келіп тұр. Ана әкесі бала шағасына көрсеткей айналдырып отыр екен да, перемотка жасап. Сөйтіп ана қыз киноның мәнін жоғалып қалады, біз бір сөздері бар шығар ол жерде. Көрейік та деп ана 3 қыз талпынады. Мен сонымен ана жерде ыңғайсыз, қайсы мына кісі не қылып қойған, жалақ қойған, сөйтіп не керек бәрін әйтеуір ат өлмей арбасын басын деп 3 қызға өтініш қылып, 3 қызға сіздер жалына айналтырып жіберейік, жас балалар отырғаннан кейін ондай сахна көрген дұрыс емес, дұрыс жағынан түсініңіздер деп бәрі сол сеанс біткеннен кейін ана 3 қызға жеке сол сахнаны 15 минуттық бір яғни құшақтасатын сахналарын отдельно жеке қойып беріп, үшеуі көріп айтқаны бар. Сол кезде бір күлкім келеді. Не ол сахнадан не бір мағына іздедіңдер деймін да, жалпы бір сюжет бойынша бір әңгіме ме жерде деген сияқты сөйтіп біраз күліп алғанымыз бар. Одан кейін бір екінші осы жылы болған оқиға, 10 жігіт келеді, жас жігіттер, студент па, или бітіріп қойған ба нақты білмеймін. Сөйтіп келіп, жаңағыдай отырып жайғасып, өзара қандай фильм қараймыз деп сөз тартысқа түсті. Бір жарты сағат шешімге келе алмады, ортақ мына киноны көреміз деп. Сөйтіп ақырында көкпар көретін болды ғой. Сөйтіп Арыста болған көкпарды 2,5 сағат дэв экранда көкпар қарадық. Сөйтіп бәрі өтіп жатқан, көріп жатқан, естіп жатқан адамдар былай да көрсе болады екен деп, кейін көкпар қойылғаннан кейін адамдар тойдың өздері флешкаларына тойдың видеосын басып әкеліп, сондай бір-екі рет сондай қойылымда болды. Енді бүйтіп қарасаң кинотеатр, бірақ көкпар тойдың өткен видеосын қарап отқан қызық екен. Өзім ұнайды негізінен, жалпы санасы, ойы, фантазиясы жеткен адамға әртүрлі бағытта әрқалай қолдануға болады екен да. Мен өзі былай осы салада жүргенмен адам көкпар көреді екен деп миыма келіп шықпайды ғой. Сондай дүние болды, қызық оқиға. Қызық екен. Рома, мен негізі осы сұрақты көп типография саласында жүрген жерге қойғым келетін еді. Өзім де осы салада болғаннан кейін маған қызықты. Бұл сұрақта өте үлкен спор бар да. Яғни мынандай шедевр деген нәрсе. Енді мен үлкен кісілерге айтсам, қазір айтам не екенін. Егер солай айтсам, қазір айтам не екенін. Егер мен солай айтсам, үлкен кісілер, ой, бұл шедевр емес дейді. Шедевр деген қолмен жасалатын нәрсе дейді. Яғни сенен сұрайын дегенім, кәдімгі сен өйткені бұл салаға жақынсың, то есть сен қолмен де сурет сала аласың, және де цифрлық түрдегі суреттер шығара аласың, яғни компьютерде фотошоппен жасалған, аппаратпен печать жасалған, машиналарда печатпен шыққан суреттерді жасайсың. И осы сұрақты мен саған қоймасам болмайды. Бұған бір жауап беретін адам болса, ол сенсің. Өйткені екі саладан екеуінен де хабарың бар. Жалпы шедевр, ол қолмен салынған, кәдімгі қаламмен, бояумен салынған суретте шедевр бар ма? Жоқ, фотошоппен өте ауыр графический дизайннан өткен, және де ерекше материалдарға үлкен қымбат аппараттармен печать жасалынған сурет па? Шедевр қайсысы? Үлкендердің айтқанына қосылам десең. Айтып берем саған қазір. Шедевр, искусство, ол қолөнерде болып келген, болып қалада береді. Оның орнын ешқандай искусственный интеллектте баса алмайды, ешқандай программа баса алмайды. Но деген сұрағы бар. Енді қазір біздің заманымыздың өзі графиканы өте қатты талап етеді. Қазір қай мекемеге барсаң да, қай жұмыс орнына барсаң да, міндетті түрде ол жерде визуалисті болады, маркетологы болады, SMM болады. Жалпы айтқанда негізі өнер, ол қолмен салғанда, өткені художник, ол қиялымен салады да. Тек қана бір кесті қолдану арқылы. Ал енді сен айтып жатырған екінші тарап бар ғой, жаңағы
Иә, программалар көп бізде. Иллюстратор деген бар, Blender деген программалар бар. Омен дизайнер белгілі бір шаблондарды қолданады, белгілі бір инструменттер бар. Жалпы көп набор, өзің де білесің ғой, фотошопта сол жағында көп деген разделдар мен инструменттер тұрады да, ол жерде легче. Түсінесің ба? Жалпы адам қолмен салғанға жетпейді ғой. Өзіңде байқасаң, выставкаға, жәрмеңкелерге көбінесе адам өзінің қолмен салған суреттерді қойып аукционға шығарып жатады ғой. Байқайсың ба? Мысалы, Мона Лиза болсын, басқасы болсын деген секілді. Иә. Демек, шедевр негізінде шедевр, иә, негізі алғашқы туындының бәрі шедевр қолмен салыну арқылы келеді, қол өнер арқылы. Өзің байқасаң, кезінде именно осы художниктер өте спросқа ие мамандық еді. Өзің байқасаң, мектептің программасының өзінде бейнелеу деген сабағы бар тұғын. Есіңде ма? Иә, бар. Қазір сол сабақ бар ма қазір мектепте? Мен даже хабарым жоқ. Қазір жоқ. Иә, қазір жоқ. Бастаушыда болатын еді ғой. Сосын өсе келе сызу деген, черчение деген сабақ болушы еді. Болды. Қазір жоқ. Не үшін деген сұрақ? Иә, ондалып са. Не үшін деген десең, опять-таки осы қазіргі заманауи техникалар, баспаханалар, широкоформатная печать. Бұрында художниктер бір вывеска болсын, бір жарнаманы қолмен салып, соны афишаға шығарып жатса, қазір барасың, кез келген рекламный агенцияға барасың, сол жерде өзінің дизайнерлері отырады, сіздің ойыңызды сізбен сұхбаттаса отырып, сол жерден шығарады да, распечатка шығарып, қолыңызға ұстатып жібереді. Болды. Орын ауысып кетті, былайша айтқан кезде, перемен. Мен өзім график дизайнер ретінде маған ауыр бұл. Мен, например, бір логотип жасайтын кездерде сағаттап уақытым кетіп қалады, или бір ауыр дизайн жасайтын кезде сағаттап уақытым кетіп қалады. Кішкентай деталь үшін проектті өшіріп басынан істеу керек болады. Мен үшін шедевр 50-50. То есть қолмен сурет салатындардікінде жоқ демеймін, өйткені ол да өте тамаша, өзіме ұнайды, жоқ демеймін. Фурқан, қара, енді қоса кетейін. Сен программамен жұмыс істеп жатқан кезде назад жібере аласың да, Ctrl-ді басып, бір шаг артқа тастап, қатеңді турлай аласың да. Ал енді сен өзің елестетіп көрші, художник та бір мольбертке сурет салып жатыр да, құртып қойды. Не істейді? Қаламмен болса өшіру мүмкін, бояу түскен сәтте жоқ. Кешірілмейтін қателерді басынан салуға придется да ол кезде. Сол секілді майда-шүйде нюанстар бар ғой. Жоқ, мен айтайын деген Фурқан, мен қазіргі графический дизайнерлерді олар қабілетсіз деген келмейді. Ол заманның талабына сай өте бір спросқа ие және өте бір құнды салалардың бірі болып қалды қазір. Оның маңызы өте зор қазір. Таптырмайтын салалардың бірі. Осы орайда менде қосып кетсем, шедевр деген мен қалай түсінемін? Шедевр деген ол мен үшін қолмен немесе бір техникамен жасалған дүние емес. Шедевр деп мен мынау өзінің идеясы ғой, жалпы концепция. Оның кез келген мысалы суретте болса, оның мазмұны ма немесе одан адам әсер алатын дүние болса, сонда ол шедевр болып саналады. Ол мен үшін немен жасалды, қолмен салды ма, немесе бір аппаратпен жасады ма, маңызды емес. Жалпы бұл адамның ойынан шығатын. Графикалық дизайнермен жасалынған дүниелер, егерде саған ұнап жатса, шедевр ретінде қабылдай аласың. Әрине. Оның бір мен қараған кезде бір ішімнен бір сезімдер тоғытып, бір жәндегі бір сезімдер бөленсем, ол шедевр болып санаймын, әрине. Ол маңызды, жалпы қолмен салыны оған мен байламаймын. Әли, шедевр демекші, қазір жалпы Қазақстанда өзің кино саласындасың ғой. Көрермендердің талғамы қандай қазір? Қай дәрежеде көрермендердің талғамы кино көру бойынша? Енді кино көру болғанда
мен қатты адамдардың талғамын түсінгім келеді. Сол салада болғаннан кейін талғамын түсінсек, адамға не ұсынарымызды білеміз ғой сонда. Сол түсінуге тырысамын, бірақ қаншама адам болса соншама талғам. Жалпы бірақ егер маған ұсыныс берілсе, қай жанр, қандай тақырыпта кинолар түсірсе десе, мен былай түсінемін да, кино деген бұл жалпы үлкен мемлекеттер болсын, бұны құрал ретінде қолданады. Бір идеология болмаса бір тақырыпты адамдарға жеткізу құрал ретінде қолданады ғой жалпы. Қазіргі мына Қазақстанда кино индустрия дамып келе жатқанына мен өте көңілім толады. Жалпы қазақ тілінде кинолар көбейгенде, соның ішінде көбісі комедия жанрында болады, бірақ комедияның ішінде де адамдардың ішкі дүниесінде, өмірінде болып жатқан оқиғаларды бейнелеп адамдарға жеткізуге тырысады жалпы. Сондықтан біздің қазір Қазақстанда айта алмаймын нақты бір талғамы осындай деп. Бірақ барынша өзімнің тілегім ағаларымызға, Нұрлан Қоянбаев ағамыз бар, кино түсіріп жүр, қаншама еңбек етіп. Жалпы сол кісілер біздің қазақтың тарихында тектілік жайлы, қанша текті ата бабамыз өтті, өмірдегі ұстанымы, көзқарасы, халыққа деген сіңірген еңбегі жайлы, сол өзіміздің ата бабаларымыздың тарихын халыққа сіңіру керекпіз. Сол жайында. Қазіргі таңда Қазақстанның соңғы 2 жылда өзім бақылап жүргенім, тек қана жанр 90% комедия жанрында болып отыр. И ол біздің халыққа өтпей жатыр емес, өтіп жатыр. Адамдар көріп жатыр. Әрине, ол біз Қазақстанда кино сала әлі енді дамып келе жатыр. Сондықтан өзіме Қазақстанның түсірілген кинолары шедевр, және айтқандай шедевр қайта-қайта көріп алатын кино емес, бірақ бір көрген кезде әйтеуір бір негені көңіліңді жерде көріп, қызығып көресің, бірақ 2 рет көретін кино өте аз. Әли, мынаны айтшы. Қазір енді өзім негізі видео монтаж саласына тоже жақынмын ғой. Өздері білесіңдер. Мен жақында бір киноны көрдім, қайтадан деген. Енді ол жерде шын керек кім Ромада көрді ол киноны. Ляптар бар монтаж жағынан. Бірақ мені қуантатыны осы қазақ киносына графикалық монтаж саласы жақсы кіріп жатқанына қуандым. Потом мен таңғалғаным еще ана ауылдың несін, кәдімгідей макетін жасағандары қолданшы. Сонысына риза болдым. Сосын хоррор жанры бізде жақсы дамып келе жатыр. Яғни ужас киноларды түсіріп бастады. Мен осы нәрсеге қатты көңілім толып жүр. Соңғы кезде қазақтар молодцы, наконец-то келдіңдер, Америка нарығына шықтыңдар. Тек қана комедия емес, тек қана жаңағыдай трагедиялық кинолар емес, тек қана романтика ғана емес, сендер осылай хоррор жанрына кіріп келіп жатқандардың. Жалпы бізде атақты аты шыққан монтажбен, режиссурамен айналысып жатқан танымалы Америкада клиптер түсіріп жүрген жақсы жігіттер бар. Өзіміздің қазақтың жігіттері, аттарын қазір айтпаймын, сол кісілер есімнен шығып тұр. Жалпы бұл дамып келе жатыр. Мен толыққанды білемін, біздің Қазақстан жалпы өзіміздің бір мировой бренд, мировой кинопрокатқа да жармаса да, өз елімізде өзіміздің әдемі қазақ тілінде кез келген жанрда толыққанды өз халқымызды қамтамасыз ете алатын деңгейге жетеді деп сенемін. Нақты бұл шамалы қалған сияқты. Жалпы қарасаңыздар, қазір сценарий, сюжеттері өте әдемі. Мен соңғы бір әңгімелескенде Патруль деген сериал бар емес па? Патруль деген сериал шықты бізде. Жүрді, соны шетелдің сол Патруль сериал Польша ма бір ел франшизасын сатып алып, өздерінің тіліне аударып, өздерінің актерімен, сол сценариймен өздері сонда сериал түсіріп жатыр. Өйткені біздің қазақтың кино саласында жүргендердің жалпы сюжет жазылады ғой, киноның сюжетті әдемі жазады біздің адамдар. Қиялы жақсы жұмыс жасайды сол жағынан. Түсінікті, рахмет. Рома, сен енді осы жайлы сұрайын деп едім. Жалпы бізде қазір шынымен де нелер көбейіп кетті ғой қазір. Имен жасалынатын фотолар көбейіп кетті, искусственный интеллект қатты қолданады. Жасанды интеллект деп жатамыз ғой. И вообще трендте, по-моему, солар жүрген сияқты жүреді да маған.
негізі сен қалай ойлайсың? Сен енді прямо распечаткасындасың ғой, прямо лабораториясындасың ғой сен. Трендте қазір қандай тақырыптағы суреттер болып жатыр? Искусственный интеллектте әзірге бізге қатты анау айтқандай бір белсенді, бір үлкен масштабта тапсырыстар түсіп жатқан жоқ. Негізі білмедім ол жағын. Иә, өткенде саған бір көрсеткенім бар еді, кішігірім фотокнига, иллюстрациямен жасалған. Бір сказкаға персонажға өзінің баласының суретін қояды да, сол искусственный интеллект арқылы. Сол ғана қазір өтімдірек болып тұр. Қалған мен қатты байқай қойған жоқпын. Именно распечаткада сол трендте ма қазір? Иә, распечаткада именно сол искусственный интеллектті қолдану арқылы жасалған дүние сол болып тұр. Белгілі бір мультяжный бір персонаждар болады, сказка. Соған өзінің балдарының фотосын береді. Искусственный интеллект сразу сол персонаждарға қойып тастайды. Сол мультяшный вариантта сол тапсырыс болып жатыр қазір. Түсінікті. Али? Түсінесіз ба? Мынандай да, кино көріп жатамыз, кино көріп жатады ғой қонақтар. Сол кезде жаңағыдай не дейді ғой, кадрның артындағы қызықтар болып жатады дейді ғой. Сол сияқты мысалы сен қонақтарың көріп жатыр, кино көріп жатыр, ал сен кадрның перденің артындасың деп жатады ғой жалпы. Енді қазір перде қолданбайды, но енді солай сөз бар ғой. Перденің артында жалпы не болып жатады, кинотеатрдың ар жағында не болып жатады, операторский жақта деген сияқты. Қандай қызықтар болады сол жақта? Енді мен кино қойылып, адамдар қонақтар келген кейін, жауапкершілік болғаннан кейін ұятқа қалмайын деп ең бастысы жәндегідей уайым қыласың, свет өшіп қалмасын, немесе там ойлайсың ғой, кейде енді интернетпен жұмыс жасағанда кейде интернет кішкене ахуалдар болып қалады, кино сәл тоқтап көрсетеді, сол кезде бір қобалжығаннан не істеріңді білмей қаласың. Шынына келген кезде бір ыңғайсызданып ұялып, негізінде ұяласындай дүние емес бүйтіп қарасаң. Біздің бар нәрсе ғой, қолдан жасап жатқан жоқпыз, әдейі жасап жатқан жоқпыз. Сондықтан көбінесе қонақтар келген кезде мен іштей Аллахым бәрі дұрыс, бас аяғы әйтеуір ешқандай бір форс-мажорсыз өтсін деп уайыммен өтеді менде. Қалай қонақтарын шығарып саламын, сразу деп бір демалып аламын ғой, әйтеуір бәрі ойдағыдай өтті ғой деп. Бірақ қандай қызық оқиға болды? Бір шнур шығып кеткен, өшіп қалған моменттер болды ма? Мына соңғы кеше біздің Қазақстан Қайрат клубы Реалмен ойнаған ойында трансляция болды бізде. Халық жалпы бір күн алдын бронь қойып бастады, звондап келеміз, 10 адам, 15 адам деп. Енді жалпы орын көп жасамаған мен. Менің өзімнің ұстанымым бар ғой, жалпы келген адам орынды көбейтіп, ақша қуаламай, келген адамдар жалпы әдемі демалсын деп соларға бағыттайын да. 100 орын жасасам да орын жетеді, менде бірақ 30 орын жасалған. Жетемді келушілер броньға қойып атқан көп. Бір күн алдын броньға қойып бастаған, футбол болатын күні сағат 10-да уже звоноктар түсіп жатыр, мен уже орын жоқ деп айтылады. Орын қалмаған, кеше бронь қойып тастаған. Бір бәле қылайық па, бірдеңе құрастырайық, болмаса өзіміз үйден табуреткілерді алып келейік та, ұсыныстар көп кетіп жатыр ғой. Сөйтіп енді маған ыңғайсыз дедім енді, жалпы сіз келіңіз, матчтың болар алдында бір 10 минут алдын келсеңіз, біреу жарым может келе алмай қалады, орын бос болса келе қаласыз деп айтып алған. Жалпы бронь қойған адамның бәрі толық келді. Олар толық бронь қойған адамдар, 10 адам бронь қойса, қасына тағы 2 адам қосып алып келген ғой. Қазақпыз ғой. 2 адам тағы. Иә, сонымен футбол басталуға 5 минут қалған. Жалпы орынның бәрі толды, и одан бөлек бір 40-50 адам сыртта тұр, кіргісі келіп. Бірақ орын жоқ. Сөйтіп ана жерден адам көп болғаннан кейін, кіргісі келіп отқаннан кейін саған қарап тұр ғой, сенің аузыңа не айтасың? Мен ыңғайсызданамын, артықшылай не істеуге болады. Сонымен ақыры қазақпыз ғой, көңіл сыйса болды деп бәріне бір ауыздан ұсындым. Мен жалпы енді айтып кетсем, мен бүкіл кинотеатрының ішіндегі YouTube деген бар. YouTube'ның ішінде поддоннан әдемі ыңғайлы креслолар жасауға болады. Сол нәрселердің бәрін мен көріп, зерттеп, бүкіл отыратын орындардың бәрін өз қолмен жасап шыққам.
Ой, сөйтіп машалла. жаңағыдай орын толып қалған, орын жоқ десем, адамдарға айттым мен, үйден қазір бір үлкен бір 2 кілем алып шығайын, и сол 2 кілемге кәдімгі көрпе жасап төсеп беремін, соны солай отырасыздар, қазақи баяғыдай қылып солай көрем десеңіздер, солай жасап берейін деп. сөйтіп ақыры түбі матч басталды, бәрі кілеммен, газонның үстін бәрі кілем төселді, үйден бүкіл адамның қыз кезінен жасауы бар ғой, сол кілем, көрпе төсегін бәрін алып шықтық, сонымен футбол қайнап басталды. И сол моментте ең бір адам уже 100 адам отқан кезде станциясы болып бір 20 минут, 25 минут матч болып өтті, бір 3 минутқа интернет істемей қала ма, видимо трансляцияның өзіне адам, бүкіл Қазақстаннан адам кіріп жатқаннан кейін ба солай пауза болып қала берді. Жалпы мен сонымен қаладағы достарыма, клубтарда көріп жатқан балдарға хабарласам, сендер көріп жатсыңдар ма, ешқандай ахуал жоқ па, көрсетіп жатыр ма, сен бүкіл қалада көріп жатқандар сондай пауза болып қалып жатыр, обрываться етіп жатыр деп адамдардан естіп жатырмын. Сөйтіп адамдарға ұялғанмын, не сондай болып жатыр екен қалада, бізде ғана емес, міне көрсетіп жатыр, интернет стабильно жұмыс істеп тұр, ыңғайсызданып адамдардың бәрі жынданады ғой, енді матч болеть етуге келген, пауза болып тұр, ана жақта белгісіз, бәрі телефон шұқылап кеткен. Матч қайтып продолжение басталады, қайтып бәрі телефон тосып экран қалың келеді. Әйтеуір амалдап сол матчты көрдік, бірақ жалпы эмоция ғой, ондай жалпы байқағаным, киноға қарағанда ұлтқа қатысы бар спорт, сондай дүниелер қойылған кезде адамдар эмоция алу үшін келеді, и эмоцияны шығаруға келе ма, бәрі айқайлап, эмоциялар, иә, өте, и анау эмоцияларын көріп, сен де бір эмоцияға бөлінесің ғой. Мен жалпы өзім футболға жанкүйер емеспін, футболды олай күтіп, түнімен ұйықтамай күтпеймін. Мен ертеңгісіне результатын көре саламын, кім ұтты, кім жеңілді деген сияқты. Қазақстанның құрамалары ойнап жатса, былайынша Барселона, Реал вообще қарамаймын. Кім ұтты, кімге маңызы жоқ, басқа дүниеге қызығамын. Бірақ сондай мәселелер болады. И жаңағы қолға жететін нәрсең сахнаның артында өзіңді ұстауың керек қой. 100 адам, мысалы қазір 100 адам алдыңда тұрып, олардың алдында сахнада выступать еткендей сияқты ғой, бәрі анау пауза болып қалған кезде бәрі артқа қарап сені іздейді ғой. Және жақта организатор сен, бәрі қараған кезде не деп айтарыңды білмей, қол алжығаннан, жәндегідей ізденіп шұқыланып кетесің ғой. Ұялғаннан айта алмаймын. Сол моменттер маған өте қиын беріледі. Адамның көңілінен шығу ғой, жалпы келген адамға сапалы қызмет көрсетуге деген ұмтыламыз. Сондай кейде ахуалдар болып қалған кезде қатты тер төгіледі ғой, жалпы уайымнан. Иә, бағана айту керек екен осы қызық нәрсені. Рома қарашы, мен де типография ашқанмын, менде де енді сендердікіндей үлкен лаборатория болмаса да кішігірім ашылды, и лабораторияда да жасап көргенмін жұмыс. Сұрайын дегенім, егер де мысалы біз көріп отқан мысалы бизнесмендер болса, немесе ақшалы кісілер болса, немесе вообще осы салаға қызығатын и осы салада кәсібін бастап көргісі келетін кісілер болса, иә, типография ашам деген адамдарға қандай кеңес бере алатын едің? Бұл өте жақсы сұрақ екен. Не ғой, кеңес бергеннен бұрын мына нәрсені анықтап алу керек та. Именно бұл саланы, әсіресе осы типография саласын, баспахана саласын, осы салада рядовой мамандығын атқармаған адам болмаса, басқа адамдар ашпайды. Фұрқан, өзің байқайсың ба, бір басқа саланың бір маманы кеп, бір типография ашып отырған? Жоқ, ондай жоқ. Иә, осы кухняда жұмыс жасаған, немесе осы типографиямен байланысы болған адам жасайды да көбінесе бұны. Сырттан бейтарап адам кеп жасамайды. Неге? Өйткені машақаты өте көп салада бұл. Өйткені сен ұсақ түйегің бар, расходный материалың бар, анан алып келесің, мұнан алып келесің, одан қалса сен аудитория, клиент жинауың бар, определенный бір заказчиктерің болмаса, бұл өте риск салалардың бірі. Қазіргі таңда, тем более типография қазір шыңға өсіп жатқан жоқ, наоборот, бір орында тұр, немесе артқа шегініп жатыр деуге болады. Қазір типографияның орнын рекламный агентстволар басып отыр. Қазір өзің байқасаң, қазір көп электронный вариантқа өтіп жатыр да, қазір ешкім басып шығармайды. Қазір кітап оқыса да көбісі PDF файлды скачать етеді да, сатып алады, PDF файлды оқиды.
Жалпы ажыратып алу керекпіз да біз. Офсетный печать болады және цифровой печать болады. Екеуінің де плюсы бар, минусы бар. Офсетный печать ол неге арналған? Офсетный печать үлкен тиражға арналған. Оның өзіне жараса өте бір машақаттары бар. Сен пластина дайындайсың, өйткені бояулардың бәрі пластина арқылы барабанға тағылып қағаз бетіне түседі да, ол үлкен тиражға өте тиімді. Ал цифровой печать үлкен тиражға тиімсіз, керісінше аз тираждарға жақсы да. Мысалы, цифровой печать ол мобильность қой. Мысалы, сен файлды алдың, жүктедің, распечатать еттің, дереу шығарып береді. Бірақ офсетный печаттың жұмысын атқарып бере алмайды. Деген секілді айырмашылықтар бар да өзіне жараса. Типография ашқысы келетін адамға қандай кеңес бересің? Осы сұрақ әлі ашылған жоқ шығар. Осы сұраққа жауап беріп кетсең. Типография ашқысы келетін адам қазір аз деп ойлаймын. Өйткені бұл саладан хабары бар адам бұны ашуға ынталы емес деп ойлаймын. Өйткені қазір барлығы электронды форматқа ауысып жатқан себепті қазір сұраныс аз. Қарқынды өсіп жатқан жоқ. Керісінше бәсеңдеп жатыр десем артық айтпаймын да. Мен өзіме таңдау берілсе, қайтадан ашасың ба деп, мен ашпайтын едім. Енді әркім өзі көреді, өйткені жаңа айтып өткендей, бұл саланың ішінде жүрген адам ғана ашады, осы саладан хабары бар адам. Сырттан кеп мен ойламаймын ашады деп. Түсінікті. Ал мысалы, жаңа Али айтып кетті, жай ғана кинотеатр емес, мен мангал қоямын, жануарлар алып келемін, кішігірім жануарларды деп. Конкуренциядан ерекшеленген жағын айтып кетті да.